Регина, қалайсыз? Демалысыңыз қалай өтті? Өте керемет өтті. Үйде, кино қарап, сериал қарап. Бүгін шаш үлгіңіз ерекше екен. Да? Я вот экспериментирую, у меня, кажется, идет. Маған жасады екен. Иә, күшті жасатыр, соңғы рет қай класста жасаттыңыз бұндай шаш үлгісін? Бұндай шаш көрмеппін. Мектеп кезінде де жасатпадыңыз ба? Микки Маусты ұқсап тұрмын ба? Рас тұр да, вроде ба? Күшті болып тұр, иә. Қандай жаңалығыңыз бар? Ой, ешқандай. Жаңа жылда үйіме барам, Ақтөбеге 31-нде ұшып барам прям. И 2-сінде обратно келем. Ақтөбемді сағындым, подушкалерімді сағындым, үйімді сағындым. Үміткеріңіз қалай? Үміткер жақсы. Жақсы ма? Неге кездеспегенсіз ба не? Кездескен жоқпыз, иә. Мәссаған. Мен ауырдым ғой. Укол алып жүрдім. Енді жақсы болып келді. Екіге бөлдіңіз. Сіз қай жағын жедіңіз? Мұса жағын жедіңіз ба? Еңлік жағын жедіңіз ба? Еңлік дегенде отбасым жеді. Демек, мұса дегенде сіз жедіңіз. Қалай тәтті ме екен? Торт айтам. Мен сені Меккеге торт тәтті ме екен? Торт тәтті екен, күшті екен. И маған сол тәте жазды, кстати, сол жіберген кісі жазды. Үлкен рахмет алғысын білдіріп кетейін. Жетті ма, саған ала алдың ба деп жазған екен. И ол кісі, кстати, мені 2 жылдан бері қолдайды екен, алдыңғы жылдан бері. Ал Мұсаны 4 жылдан бері қолдайды екен. Шымкенттік екен өзі, соның барлығын түсіндіріп маған жазып өтті. Рахмет. Солай екен, достар. Әпкелер қойындар. Сіздің қызыңыз қатты күлсе, қатты күлетін қыз болса қалай қарайсыз? Күле берсін ба? Күлген жақсы. Күлкі деген ол жақсы болды. Кейін онда неменеге сіз күшті күліп жатқан қыздарды тоқтатып жатсыз? Жоқ, күлген жақсы да, орынды жерде күлген одан да жақсы. Сіздің қызыңыз орынсыз күле берсін, ал басқалар орнымен күлу керек па сонда? Орынсыз күлу қалай, орынмен күлу қалай? Мысалы, қазір сіздің ойыңызша Регина мен Мадина орынсыз күліп жатыр ма? Енді түсіріп жатқан кезде сіз ыңғайсыз болып жатқан жоқ па? Жоқ, мысалы ыңғайсыз болып жатқан жоқ па, онда күле берсін. Күле берсін. Сонымен неге қымбат туралы айтпа деп жатсыз? Айтпа деген жоқ. Енді басқа сұрақ қой, қымбат туралы қойма деп жатсыз. Енді всегда қымбат туралы сұрақ қой, басқа сұрақтарды қоспа деген. Қымбаттың атын естісіз. Келемізді көрген сияқты. Екеуі жарасады, қарашы. Былай. Ой, жұбы бар екен, кешірім өтінем. Жұбы бар екен. Сіз деймін да, Әлібекге бүгінгі стильді дайындап бергенсіз ау деймін, ә? Әлібекге ма? Дайындаймын. Әдемі отырмай енді бутикте қалай бой? Білмеймін енді қалай болып тұр. Стилі қалай айтайын ба? Стилі, қараңыз мерім. Стилі, жүлеміні, хаслымы, лөлі бересі. Мағынасы қандай екен? Мақсатын аяқта бір әдемі үміткерлер берген. Мағынасы қандай екен? Мағынасы, Әлібек әрқашанда үміткерлерді бағалап алады. Өзі келіп кете береді екен, иә? Айтылу жолы. Мен де біздің очкімен отырғанда әдемі қыздар келген. Үміткеріңізді бағалап жатсыз ба қалай? Бағалағанда бағалаймыз ғой. Бір-екі болды ғой танысып бастаған. Болашақта көреміз енді. Ғалия ханым. Ой, очкиін шешіп қойын. Мәссаған. Енді көзілдіріксіз шыққыңыз келіп жүр ма барлық жерге? Жоқ, көзілдірікте емес, мәселе просто бүгінгі образға көзілдірік жараспайды. Мәссаған. Мәссаған. Көзімнің нұрын көріп қалыңыз. Құдайым, ау, не дейді? Мынандай сұп-сұлу Ғалия ханымға қалай үміткер келмей жүрмін, мен түсінбеймін Сол шекер. ғой, сол. Дайректен неше түрлі видео жіберіп, смс жазғандарыңызға мәз болмай жата бермей келіңіздер. Менің істейтін ондай әдетім, жаман әдетім жоқ. Өзім күліп қарасамыз, сырласуға барып сырласамыз. Солай, жігіттер сол үшін келіңіздер. Ал сіз кімнің құпиясын білесіз? Мен көп адамдардың құпиясын білемін ғой. Мен просто мына жерге позор шашуға ондайым жоқ та. Ақталқынның біраз әңгімесін білетін сияқтысыз. Сіз сол үшін стористі ашып тұрсыз ба негізі? Мен ара қашықтықтағы ара қатынас өте негізі қиын ғой. Енді сол қиындықтарды біз қалай жеңдік, жеңе алдық па, бізге не кедергі болды, сол сұрақтың жауабын сіздер эфирде білетін боласыздар. Құдай қаласа бүгін ертең деп айта алмаймын. Қолына капрон киіп алған ба не істеген? Бұл менің жітім деген
в общем сондай образ. Одан кейін Мәссаған бір эксперт по отношению деген ана приколлар сол сияқты айтып тұрсыз ғой мен Аяна деп ше. В общем, біздің Сөйтіп тұр ғой. арақатынасын қалай жалғасып жатқанын эфирден көретін боласыздар. Прям күшті деп айта алмаймын, себебі минустары бар. Және 1,5 айдан асты. Бізге көп қойылатын сұрақ неге жұп болмайсыздар, сол сұрақтың жауабын аламыз. Мен өзім де білмеймін ол сұрақтың жауабын. Солай екен достар. Бүгін Аяна өте дайындалып келіпті бір тараздан. Любойыңды айырам. Иә. Сөйтіп тұр ғой, бүйтіп бәрін қырам, жоям деп же. Ау. Масканы қостыз ба? Мәссаған, Аяна келіп қалыпты. Аяна, біздің Алматыда қыс бітіп қалды ғой, білесіз ба? Мен де енді басталып жатыр. Не мешайте мне, а? Ойбай. Өзінше күшті болып, қыз болып келгенде ма? Иә. Қалайсыз? Керемет. Қайда болдыңыз? Таразда. Не істедіңіз Таразда? Демалдым. Десеге өтірік айтамын, сабақ оқыдым, экзамен тапсырдым. Оказывается, студент екенмін ғой мен. Мәссаған. Іздеймін деп. Тараздан тауып алған жоқсыз ба жігіт? Жоқ. Мамаңыз тауып қоймап па? Құтар түскісі келетіндер бар негізі. Мәссаған. Өтірік айтамын. Бірақ Қараған жоқпын ешкімге. қарамай сразу қайтып келдіңіз ба? Сіздің үміткеріңіз қалай? Жақсы. Үміткер? Қай үміткер? Нормально. Сондай болады ғой сіздікі. Қай үміткер деп же? Жоқ. Не жоқ? 4:30-да көресіздер не болып жатқанын. Еңлік деген қыз. Еңлік қалайсыз? Керемет. Ағаңыз қалай? Ағам сырқаттанып жатыр. Болашақ жеңгеңіз қалай? Сөйлеспедіңіздер ма? Жоқ. Жарайды, бәрін қош. Үміткеріңіз қалай? Үміткерім күшті. Үміткеріңізбен хабарласып кездестіңіз ба? Ол жағын эфирде айтамыз, бірақ біз сөйлесеміз, бізде барлығы жақсы, күшті бар. Солай екен. Жаңа жылға дайындығыңыз қалай? Жаңа жылға дайындық қызу жүруде. Бірдеңе спойлер айтайын десем айтқым келмей тұр, потом көресіздер. Кімге сыйлық дайындап жатсыз? Деп бәрін сұрап алсаң е. Оны потом айтамын. Мәссаған. Бәрі потом. Бір ерекше жанға сыйлық дайындап жатсыз ба? Иә. Алдындағы торт дәмді болды ма? Мұса еңлік деген торт. Короче, мен ордасынан бөлдім де, бір жағынан жедім. Қазір өзімен өзі отырып, қалайсыз, көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па? Пойдет. Нұрлыбек екеуіңіз сөйлестіңіздер ме? Сөйлескенде мен көбінесе ауырып жаттым. Әліге дейін ауырып басым ауырып тұр, басымда түсірту керек болды. Әлі бас айналу бар, қан қысым дұрыс емес. Емделуге, көрінуге бардыңыз ба одан кейін? Демалыс болып кетті поликлиникаға. Бармадыңыз, е? Жақсы, уайымдап, звондап, не керек, қандай дәрі керек деп звондап. Мен айттым, дәрі керек емес, ондай дәрі болғанда по-назначению алу керек қой, үлкен бала өтсем. Әйтеуір апарып келді мені, бір-екі жерге апарып келді. Таныс бар еді, емші кісі, сол кісіге барып қайттық. Енді құдай қаласа ем бастап, андай қоқыт тиын ма, біраз құю керек дейді ғой. Мәселен, қатты қалсын кезінде, даже детствода қоқыт құю керек деген бір ем бар екен ғой. Зарина, көңіл күйіңіз қалай, үміткеріңіз қалай? Жақсы, барлығы күшті, керемет. Зарина, сіздің үміткеріңіз қашан сізге жұп болайық деп айтайын деп жүр? Осы өте көп қояды, негізі әлі 2 апта ғана болды ғой. Ол кісі келгеннен ше 2 аптадан енді асты да. Сол үшін өзіне де айтып. Сіз қалай ойлайсыз, қыз бен жігіт болу үшін қанша уақыт керек? Толыққанды үлгермедік бір-бірімізді. 50%-дай таныдым десем болады. Кішкене 60-70 болған кезде болады. Қай қасиеттері ұнайды? Мәсіттары да. Бля, симайды ғой сторис қазір ұнайды. Мәссаған. Асықтан, ең бастысы маған барлық ашып айтамын. Ұнайды. Жасырмайды ештеңкені. Қандай жағдай болып жатыр. Последний кезде. Ерасыл, осы сіздің үміткеріңіз бар ма? Үміткерім жоқ қой сол. Үміткеріңіз жоқ, Иә. Ерасылға үміткер болып келіңіздер, қыздар қайдасыздар? Қыздар қайдасыздар? Менде үміткер жоқ. Осы жолы кәдімгідей махаббат қызық мол жылдар жасайын деп тұрған жігіттердің қатарынанмын. Жаңа жылға жаңа қадаммен жап-жаңа сүп-сүйкімді қыз келсе, көңілім жай болар. Солай қыздар, келіңіздер, міндетті түрде асығыңыздар.
біздің жаңа жылға дейін бір апта қалды. Бір аптаға дейін жақсы бір үміткер Иә, келсін. жаңа жылдан жаңа қадаммен шығайық. Жаным